Төртінші дәрісіміздің тақырыбы бастауыш сыныптардағы қазақ тілі курсы мазмұндық әдістемелік желілер материалдарын оқытудағы жалпы тәсілдемелер. Дәрісіміздің жоспары: оқытудың коммуникативтік тәсілдемесі, оқытудың зерттеушілік тәсілдемесі, оқытудың жүйелік іс-әрекеттік тәсілдемесі. Коммуникативтік әдіс оқушы мен мұғалімнің тікелей қарым-қатынасы арқылы жүзеге асатын, белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас пен әдістемелік категорияларға тән белгілер мен қағидалардың басты жүйесінен тұратын, тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, тілді қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзінде асыратын әдістің түрі. Коммуникативтік оқыту тілдік әрекетінің барлық түрінде қалыптасады. Тыңдауда да, сөйлеуде де, оқығанда, жазғанда да, өйткені ол оның іске асуын қамтамасыз етеді. Тілдерді үйрету әдісі үнемі заман талабы, уақыт ағымына қарай өзгеріп, дамып, жетіліп отырады, бір орында тұрмайды. Қоғам өзгерген сайын жаңа мазмұнды оқу жүйесін қалыптастыруды өмір талап етеді. Қазақ тілі сабақтарын тиімді өту мақсатында коммуникативтік оқытудың элементтерін қолданады. Соның бірі Пасовтың коммуникативтік технологиясы. Коммуникативтік технологияның элементтері оқушыларды бірден әлеуметтік жағдайлар арқылы сөйлеуге үйретуге мүмкіндік береді. Мұның бәрі оқушылардың тілдік белсенділігін арттырудың негізі болады. Сынып алдында өздерін еркін ұстауға көмектесетіндігін дәлелдейді. Сондықтан технологияны қолданудағы мақсат нәтижелі пайдалану. Бұл технология элементтерін енгізу үшін қолайлы жағдай жасап, жеке оқушымен жұмыс істеу керек. Оқу процесінің негізінде бұл технология элементтерін пайдаланып, сабақта оқушылардың білімділігін, іскерлігін, адамгершілік, эстетикалық, патриоттық сезімдерін дамытуға болады. Оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың бір жолын тіл дамыту жұмыстары арқылы іске асырады. Бір сөзбен айтқанда, салыстыру, жинақтау, талдау, нақтылау, жүйелеу байланыс ерекшеліктерімен осы технология элементтерін пайдалану арқылы топпен, жеке және жұппен жұмыс істеу арқылы жетістіктерге жетеміз. Осы жетістіктерді сабақтарда және сыныптан тыс шаралардан көруге болады. Оқытудағы зерттеушілік тәсілдеме тек ақпарат іздеу, өңдеуден ғана емес, оны қорытындылап, өз ойын түйіп, нәтиже алу және оны өз ортасында қорғай білу. Жоғарыда келтірілген ойлар білім беру ұйымдарында оқыту үдерісінде зерттеушілік әрекетті жүзеге асыру үдерісі барысында өз бетімен белсенді ізденістің әртүрлі деңгейі және оқушылар үшін қолжетімді зерттеу әдістерін қолдану арқылы оқушылардың танымдық белсенділіктерімен оқуға ынтасы артады. Белсенді іс-әрекеттік тәсілдеме нәтижеге жеткізетін ең тиімді тәсілдеме, өйткені адамның жадында бірінші кезекте тек өзінің әрекеттері мен өз қолымен жасағаны қалады. Бұл айтылғандарды Қытай ғұламасы Конфуцийдің «Маған айтып берсең, ұмытып қаламын, көрсетсең, есте сақтармын, ал өзіме жасатсаң, үйренемін» деген тұжырымы нақтылай түспек. Демек, бұл тәсілдемедегі не білу емес, не жасай білу қазақ тілі пәні тапсырмалар жүйесін түзудің негізгі қағидасы болып табылады. Бұл тәсілдеме пәндік білімді, әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларды ғана емес, сонымен бірге өзінің жеке мүдделері мен болашағын сезінуге, сындарлы шешімдер қабылдауына мүмкіндік беретін тұлғалық қасиеттерді де меңгеруге ықпал етеді.